Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте жұмсақ, қытырлақ тәттіні жасаудың рецебін көрсетемін. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаға 40 грамм құмшекер қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында немесе ерітілген сары майды құямыз. Екі ас қасық қаймақ, 1 ас қасық бал қосамыз. Балды қосу міндетті емес, ол тек кішкене дәм кіргізіп әдемірек қылады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жарты ас қасық қопсытқыш қосамыз. 200 грамм ұн қосамыз, яғни 2 стакан. Видеода көрсетілгендей етіп қоймаузын қамыр жасаймыз. Біздің тестамыз дайын. Әркімде әрқалай қолыңызда бар вафель пісіретін вафельница болады. Менде мынандай түрі. Осылай 1 ас қасықтан салып отырамыз. 7-8 минутта пісіп шығады. Ыстық кезінде орап үлгеріңіздер. Әркім өз қалауынша сәндеп шайға ұсынса болады. Біздің вафлиіміз дайын. Ішіне крем салсаңыздар да, банан салсаңыздар да, өз қалауларыңыз. Достар, егер сіздерге ұнап жатса, пікір қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыздар.